Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Есімім Нақып Бақытжан. Бүгін 2.06.2024 жыл жексенбі. Шымкент қаласынан видео түсіріп жатырмын назарларыңызға. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына, Қазақстан Республикасының соттарына, судьялардың көмекшісіне, барлық құқық қорғау органдары осы Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтарын қорғау үшін жеке персональный данныйлар дейді. Соларды қорғау үшін, сақтау үшін, кез келген адамдарды топтарға қоспоймау үшін осы видеоны назарларыңызға түсіріп жатырмын. Себебі бүгін мынандай бір топқа мені бір адам қосып қойыпты. Иск по иску Нақып деп қойған. Мынау администраторы Бағжан деген бит жазып қойыпты мына жерге. Бағжан создал группу дейді. Қазір номерін айтам сіздерге бұл кісінің. Бағжан деген, білмеймін, бұл соттың көмекшісі ма, білмеймін қандай адам екенін. Бірақ менен рұқсат сұраған жоқ, топқа қоссам бола ма, сізді қалай қарайсыз деп. Осындай топқа қосты. Алдын ала тыңдау 03.06.2024 жыл сағат 11:00-ге тағайындалды деп назарға алуыңызды сұраймыз деп жазып қойыпты. Енді қараңыздар, қазір мен Бағжанның номерін айтайын. Сіздерге администратор қылып көрсетейін. Бұл администратор деп жазылған, мені көрсетейін. Администратор. Группада 5 адам бар, мен танымайтын адамдар, 5-еуде. Енді қазір мына группаның адамдардың қазір мен сізге көрсетемін. Бағжан деген админнің номерін көрсете салайын. Осы жерде 5 адам. Біреу Бағжан деген админ. 8701 037 000037. Құрметті құқық қорғау органдары, по иску Нақып Нақып деген осы номерге группа ашып, топ ашып, 5 участник деп тұр мына жерде. 5 адамды қосып, менің рұқсатымсыз осындай топқа қосып қойған. Адамды тауып, қызметтік тексеріс жүргізіп, қандай негізбен, қандай заң аясында мені осындай топқа қосты. Осындай мен танымайтын 5 адамның арасына қосты, осындай группаларға қосты мені. Соны анықтап, осы мәселе бойынша Қазақстан Республикасында кез келген азаматтарды соттағы адамдар өздерінің білгендерін жасап, персональный данный дейді, яғни өзінің жеке номерін, сол адам жеке номерін осындай топтарға қосып тастамай, алдын ала рұқсат сұрасаңыздар. Осы істі назарларыңызға алып, барлық құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасының прокуроры, прокуратурасы, мынау жеке ақпараттарды жарияламау, жеке ақпараттарды басқа адамдардан қорғау, қауіпсіздігін, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық адамдардың осындай чаттарға қосып қоймай, осы рұқсатсыз іс-әрекеттерден, заңсыз іс-әрекеттерден қорғап, осыны назарға алсаңыздар. Құрметті Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы, құрметті Қазақстан Республикасының құқық қорғау ішкі істер министрлігі, осы істі өздеріңіз назарларыңызға алсаңыздар. Неше түрлі заңсыз әрекеттер болып жатыр. Осы сот тарапынан болсын, соттың көмекшілері болсын, білмеймін мынаны кім жасап отқанын. Жаңа номерді айтып өттім жоғарыда. Осы номерді тексеріп, назарға алсаңыздар. Менің құқығымды қорғасаңыздар. Мына Қазақстан Республикасында азаматтар қорықпай өмір сүрсе, осындай адамдардың білімсіздігінен, қалай болса солай жұмыс істегенінен қызметтік тексеріс жүргізіп, осыны назарға алып, өздеріңіздің заңды шараларды көрсеңіздер. Рахмет назарларыңызға.